Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі менің ең сүйікті салатын, фунчоза салатын рецептімен бөліскім келеді. Өте оңай әрі дәмді салат жасап көруге кеңес берем. Ең алдымен етті ұзыншалап осындай қылып турап аламыз, видеода көргендеріңіздей. Содан кейін етті маринадтауға көшеміз. Тұз, етке арналған дәмдеуіш және соевый тұздығын қосатын боламыз. Жақсылап араластырып алып 15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 15 минуттан кейін етімізді тоңазытқыштан алып, табаға май қыздырып, етімізді қуыра бастаймыз. Егер де етіңіз күйіп, піспей жатқан жағдайда үстіне су құйып, суға пісірсеңіз болады. Су тартылғанша пісірсеңіз, етіңіз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сәбізіміздің сыртын тазалап, жақсылап жуып алғаннан кейін, оны үккіштен ұзыншалап өткіземіз. Тәтті бұрышымызды да солай, сыртын жақсылап жуып, ішіндегі артық заттарын алып тастаймыз. Содан кейін ұзыншалап турай бастаймыз. Табамызға май қыздырып, бірінші сәбізімізді 5 минут шыжғырамыз. Содан кейін үстіне тәтті бұрышымызды салып, тағы да 5 минут бірге шыжғырамыз. Енді үстіне қуырылған етімізді салып, тағы да бірге 5 минут қуырамыз. Қиярымызды басқа көкөністер секілді, оны да ұзыншалап тураймыз. Фунчоза лапшасын алып, үстіне қайнаған ыстық су құйып, 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз. Фунчоза лапшасы дайын болғаннан кейін, оны міндетті түрде мұздай суға жуып аламыз. Лапшамызға көкөністер мен етімізді салып, содан кейін корейский заправканы қолданамыз. Жақсылап салып болғаннан кейін барлығын араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Бетіне әдемілік үшін укроп септім. Тез әрі оңай тойымды дайын болатын салат түрі. Сіздерге жасауға кеңес берем. Егер де мені жасаған салатым сіздің көңіліңізден шыққан болса, онда маған лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіз. Және де келесіде бұдан да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын.